Сәлем достар, бұл әңгіме отбасы хрестоматиясы Жүсіп Зылиха қиссасынан алынды. Бөріні тергеу. Бұл кезде әкесін іздеп үлкен ұлдары жолға шыққан еді. Жақып оларды көрген бойда: "Сендер Жүсіптің бағын көре алмадыңдар. Оның арам ниетпен алып кетіп, қасақана қасты қылғандары не?" деді күңіреніп. Олар: "Көке, бізге сенбей тұрсыз ба? Жалған десеңіз сол қасқырды алдыңызға сүйреп алып келейік" дейді. Сөйтеді де жапан түзде жортып жүрген бір қасқырды, ұрғашы қасқырды тауып алып, оны ұрып, жабылып, сабап, тісін қағып алып, бет аузын қан қылып, Жүсіптің тура алдына осы қасқырды алып келеді. Яғни оны баланы талаған сияқты кейіпке келтіріп, аяқ қолын байлап алып келіп: "Көке, міне, мынау қасқыр балаңызды жеген" деп алдына тастайды. Жақып күбірлеп: "Уа Тәңірім, мына мақұлыққа тіл бітір" деп дұға қылады. Құдайдың құдіретімен бөрі сөйлеп кетеді. "Армысың Жақып нәби" деп әдеппен амандасады. Пайғамбар: "Әй бөрі, баламды неге жедің?" деді. "Уа Алланың елшісі, иттің есі болса, бөрінің тәңірісі бар. Құдай аттап қайда барамыз? Біз әулие әмбиелердің етін жемейміз. Оларды Тәңірім бізге тыйым еткен. Өзі тұрмақ, мұндағы қойына да шаппаймыз, даладағы малына да тиіспейміз. Біз керісінше малынан зекет бермеген сараңдардың қойына шабамыз. Біз болмасақ Алланың мың бір бәлекетімен малға табынған надандарды бір-ақ күнде үрім-бұтағымен жоқ қылар едік. Біз олардың малын жеп бір бәледен құтқарамыз" дейді. "Мына ұятсыз ұлдарың мені тауып алып, ұрып, соғып, жағымды айырып, тісімді бұзып, аузымды бұзып, тісімді сындырып, алдыңызға қарабет қылып алып кеп тұрғанын қараңызшы" деді. "Мен бір алыстан сапар шеккен ғаріп бір қасқырмын. Менің де бөлтіріктерімді іздеп жүрмін. Мен аңға шығып кеткенімде аңшылар менің бөлтірігімді тауып алып, оны сіздің елдің патшасына сыйға беріпті. Мен сонау түркі елінен арып ашып келіп тұрмын. Бұл жердің тауында, тасында, суында, көлінде еш нәрсесін білмеймін" деді. "Есіңде болсын, Жақып, табалдырықтан асқан тау жоқ, ағайыннан асқан жау жоқ" деді. Соңғы сөзін естігенде Жақыптың жүрегі зырқ ете қалды. Сонда да сыр бермегенсіп: "Жарайды онда, түркінің сайын даласынан келсең, мен де саған бір жақсылығымды жасайын" дейді. "Бәлкім осы мені бөлтіріктеріммен табыстырсаң, Алла тағала саған да рахымы түсіп, ұлыңмен қайта қауыштырар. Рахмет саған" дейді. Бөрінің сөзі өзінің үмітін күшейте түседі. Жақып осы елдің патшалығымен келісіп, оның бөлтіріктерін алдына салып береді. Бөлтіріктерін алып, қасқыр біраз жер ұзағаннан кейін әбден күңіреніп тұрып ұлиды. Оны адамдар жаман ырымға бастаса, Жақып пайғамбар оның тілін түсінеді. Яғни: "Рахмет саған Тәңірдің елшісі, ұлыңмен тезірек табыс, ел жұртыңнан ынтымақ кетпесін" деп дұға қылғанын анық өзі ұғады. Осылайша арсыз ұлдары қарабет болды. Енді шегінерге жол жоқ. Олар қалайда Жүсіптің мүрдесін тауып алуға кеңес құра бастайды. Әйтпесе әкесі өткеннен де, кеткеннен де, әрі-бері жүрген керуеннен де, ары-бері өткен малшыдан да сұрап, ұлының хабарын білмекке отыра алмай қалады. Осыны естіген екен ұлдары
Осы кейде өзі отырып жақып сыбырлайды: ойпырмай, осы ұлым менің құдыққа түсіп кетпеді ме екен дегенді естігенде ұлдар селк ете қалды. Қой дейді, біз барып жаңағы о бәле, жанысыры бәле өлмей жатқан шығар. Оны барып тауып алып таспен үстінен тас лақтырып тұрмастай қып біржолата оның тірлігін бітіріп келейік деп түнделетіп жолға шығып кетеді. Жүсіптің құлдыққа сатылуы. Сол заманда Мәлік деген бір мысырлық саудагер бар екен. Өзі керуен тартқан бай екен. Бірде ол Мысырға жол тартады. Кенет дауыл соғып керуенді адастырып, Кенғанның шөл даласынан бір-ақ шығады. Бүгінше осында түнейміз, дейді. Жүкті түсіріп түйені шөгеріңдер де маңайдан құдық іздеңдер, су табыңдар. Адам да, мал да барлығы шөлдеді, дейді. Барлығы жапа-тармағай енді құдық іздеп, су іздеп кетеді. Сөйтіп бір құдықты тауып алады. Енді құдықтың суын ішсе, сондай өмірінде бұндай суды ішіп көрмеген едік деп бір шәрбет татыған керемет құдықты тауып алдық, дейді. Енді тағы да осы шелегін құдыққа сала бергенде бір ауыр нәрсе көтере алмайды сол жердегі жігіттер. Содан барлығы жабылып зорға дегенде тартып шығады. Қауғада бір жас жігіт жабысып тұр екен. Енді күтімі патшаның баласындай. Мәліктің өзі де, малайлар да Жүсіптің таң тамаша таң қалып сұқтана қарап қалады. Мұншалықты сұлу адамды тұңғыш рет көрулері. Әсем көркіне тамсанып бәрі қалшиып тұрып қалды. Мәлік ойлады, мына жігітті құлдыққа сатсам, байлыққа белшеден батармын. Мұндай құлға патшаң да қызығар, деп Мәлік қиялға берілді. Жөн сұрасып үлгермеді, алыстан аттың дүбірі естіліп қалды. Мұнда бұлар Жүсіптің ағалары болатын. Екпіндері тау қопарғандай арынды. Келген бетте Жүсіпке жабыса кетті. Бұл бала біздің құлымыз, бір апта бұрын қашып кеткен. Тау-тасты түгел сүзіп, ізін кесіп тапқан бетіміз осы, деді жамырап. Бұлар менің бауырларым, деп Жүсіп тұра жүгірмеді. Қашқын құлдың түріне еніп, бейшара боп тұра қалды. Оның үстіне құдықтың түбінде жатып, иманы күшейіп, қайраты сомдалған, рухтанған жігіт болды. Құдықтан бірінші боп, мен таптым, құлда менің үлесім бар, деді Мәлік. Сен кімсің, жөніңді айт? Мен мысырлық саудагермін, исмім Мәлік, дейді саудагер. Үлесіңе не сұрайсың? Мына құлды маған сатыңдар. Бәсіне не бересің, деді ағалар. Егесіне бағынбай қашып жүрген құлдың бағасы қымбат болмас. Керуенім жолда адасып шығынға баттым. Бұл баланы Мысырдың құлбазарына сатып жіберемін, дейді. Мысырдың құлбазарын естігенде ағалар елең ете қалды. Себебі ол жаққа құлдыққа сатылған тұтқындар ешқашан өз елдеріне оралмайтын. Бір түссең тірі шығармайтын терең зынданы бар деп естуші еді. Ағалары ақылдаса келе, сатсақ сатайық. Бұрынғы әулие әмбиенің өсиетінен танбайық. Сауда қылсаң адал қыл, сатып жатқан мал мен мүлкінің кемшілігін болса айт деген. Кісіні алдағандар бұл дүниеде құтылмас, о дүниеде тұтылады. Бәріміз Құдай деген адамбыз, ақыңды жемейік, деп бастырмалата жөнеледі. Олардың жылтыр сөзі саудагерге жағып кетті. Айтыңдар, қандай кемдігі бар, деп сұрады. Кемдігі көп болса бағасында жерге ұрайын деп іштей дәм етіп тұрды. Ағалары беттері бүлк етпестен. Бұл құлдың 3 түрлі кемдігі бар. Бірінші айыбы қолының сұғанағы бар, байқамасаң қалтаңды қағып түседі. Талай дүре соғып ұрсақ та қоймады.
Сойыл мен Сабатақ та осы әдетті қоймады, дейді. Екінші айыбы қашаған, жылт еткен мүмкіндікті беріп, қашуға дайын тұрады, дейді. Үшінші айыбы жылаңқы, жұмсасаң қыңыр сылтау айтып, жыланып жүріп алады. Сұлу келбетімен түріне қарап алданып қалмаңдар. Айыбына қарамай сатып алғың келсе, 3 түрлі шартым бар. Біріншісі, мойнына қамыт кигізесің, аяғына кісен саласың. Екіншісі, сапарда қатты ағашқа отырғызып алып жүр, әйтпесе есіріп кетеді. Үшіншісі, Мысырдың құлпаздарына апарып қана сатасың. Жолда саудасы кеп қалды деп біреулерге сатып жүрмеңдер, дейді. Келісесің бе, деді. Алушы бірден келісті. Ол ішінен, Мысырға жетіп алсам болды, сатылып кеткен соң күл болмаса пүл болсын деп ойлады. Ақысына мал сұрасаң, тұқымы асыл түйе, деді Мәлік. Мал көзге бірден түседі, әкеміз күдіктеніп қалар деп қорқытты ағалары. Бізге ділдә керек, асыл тұқымды түйеміз өзімізде бар. Қымбатты оқырман, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді өтінемін. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.